Құрметті ағайын, міне біз Байтақ Жасылдар партиясы арнайы бүгін біз Арал қаласына келдік. Арал қаласында экономикалық форум өтеді. Тағдыры қиын Арал өңірінің экономикасын жасыл экономикаға айландыру мақсатында келіп отырмыз. Ол бағытта көптеген жобалар бар, инвестициялар бар. Осының бәрін осы өңірге әкеліп, тек қана сумен толтыру емес өңірді, Аралда. Сонымен қатар халықтың жағдайын көтеру. Байтақ Жасылдар партиясының қолдаушылардың бірі ол Арал халқы. Арал халқы 170 мың адам. Әрбір адам осы жердегі біздің партиямыздың мүшесі. Сондықтан біз Байтақ партиясы барлық күшіміз салып, осы Арал теңізінің қайттан орнына келуіне және де осы Арал өңірінде тұратын халықтың әлеуметтік жағдайын көтеруіне бар күш салып жұмыс жасаймыз. Ол үшін арнайы заң керек, ол үшін арнайы жобалар керек. Мемлекеттік мекемелердің де осыған көңіл бөлуіне барлық біз күш салуымыз керек. Міне көрдіңіздер ме, мына Арал, мына ергеден су келген кезінде, су қайықтардың бәрі сол суда жүрген еді. Міне қазір қандай жағдайға қалыптасты. Бұның бәрі Кеңес одағының дарынсыз экономикалық саясатының кесірінен болды. Енді міне егеменді ел болдық. Осы Аралды орнына келтіру, ол біздің мемлекетіміздің басты мақсаты болу керек.